Сәлем достар, сіздермен Жанар Бөлен каналы. Егер видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен бізге видеода көрсетілгендей өте дәмді, ерекше рецептпен бөлісетін боламын. Бұл бізде пиццаға арналған рецепт. Ең алдымен бізге жылы айран қажет, және шымшым содасы кішкене қосқан соң араластырып аласыздар, және шымшым тұз керек. Және бір ас қасық қант қостым да, сосын үккіштен өткізілген ұнымызды қосып, және бір ас қасық сұйық май құйдым. Бәрін бірге араластырып, мінекей қамыр дайындап алдым осылай. Дайын болған қамырымызды 10-15 минутқа қойып қоямыз, бетін жауып. Сосын дайын болған қамырымызды алып, екі бөлікке бөлеміз де, біреуін қалдырып, екіншісін оқтаудың көмегімен пергаментный қағаздың үстіне жая бастаймыз. Мінекей осылай видеода көрсетілгендей етіп жайып аласыздар, өздеріңізге керек формада. Мен енді бұл жерде домалақ қылып жасаймыз, негізі осы жасап алдым да, сосын табамызға қойдым. Мен кетчуп қана қолданамын, майонез қоспаймын. Мінекей кетчупты жағып шықтым, бір тегіс қылып. Сосын сырды мен астына саламын. Мінекей көрсетілгендей астына салып қойдым да, үстіне колбасамызды қойып шықтым. Ол пісіп жатқанда мен екіншісін дайындадым. Екіншісінде жаңағы оқтаудың көмегімен жайып шықтым да, үстіне кетчуп қосып, астына тағы да сыр салдым да, қызанақты 4 бұрышты етіп турап шығып, оның үстіне қойдым. Және қалған сырды үстіне қойдым да, оны да пісіріп алуға салып жібердім. Мінекей пісіп шыққан біздің бірінші пиццамызды сіздерде видеода көрсетіп жатырмын, қалай піскенін. Мінекей өте жіңішке, дәмі енді ерекше. Екіншісі де мінекей пісіп дайын болып қалды. Мінекей көрсеңіздер, өте дәмді ас болсын.